Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздерге гуляштың дайындалу тәсілін көрсетемін. Ең алдымен етімізді төрт бұрышты етіп турап аламыз. Қызып тұрған қазанымызға сұйық май қосып, үстіне етімізді саламыз. Етімізді сәл қуырып аламыз. Одан соң үстіне 2 ас қасық томат пастасын қосамыз. Осыны кішкене араластырып аламыз. Және 10-15 минутқа бетін жаппай пісіреміз. 10-15 минуттан соң тағы да 5-10 минутқа бетін жауып пісіреміз. Оған дейін пиязымыз бен сарымсағымызды ұсақтап турап аламыз. 5-10 минуттан соң дайын болған етіміздің үстіне сары май саламыз. Міндетті түрде сары май, маргарин қосуға болмайды. Сары майымыз толық ерігенше араластырамыз. Сары майымыз толық ерігеннен соң үстіне пиязымыз бен сарымсағымызды қосамыз. Оны 2-3 минуттай қуырып аламыз. 1 ас қасық ұнымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және қайнаған суымызды құямыз. Етімізді толықтай жауып тұруы қажет. Үстіне 1 ас қасық томат пастасын қосамыз және араластырып аламыз. 1 сағатқа баяу отта пісіреміз. Тамағымыз дайын. Енді осының үстіне 2 штук чесногымызды қосамыз. Тамағымыз дайын, ас болсын. Қалаған гарниріңізбен ұсынсаңыздар болады. Пюре, макарон, күріш сияқты. Менде күріш, мультиваркаде піскен күріш. Сіздер тағы да басқаларын қолдансаңыздар болады. Менің арнама жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Және менің инстаграм парақшама да тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Алда әлі тағы да керемет видеолар шығады. Соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.